Кеуде клеткасының ауырсынуы себептері белгілері. Ауырсынудың шығу тегі екі үлкен топқа бөлінеді: жүректік және жүректік емес деп. Бұлай бөлу себебі дұрыс және маңызды, өйткені ол қауіпті жағдайларда, мысалы миокард инфаркті сияқты аурулар, адамдарға қауіп төндірмейтін жағдайлардан, олар қабырғалық невралгия сияқты аурулардан ажыратуға көмектеседі. Сәлем достар, сіздермен бірге Авиценна медицина каналы. Қазіргі таңдағы аурулар, аурудың себептері, асқыныстары және емі мен өзге де пайдалы кеңестерді ұсынатын боламын. Бағдарламаны бастамас бұрын каналға жазылып, бізбен бірге болыңыздар. Кеуде клеткасының ауырсыну себептері. Кеуде клеткасының ауырсыну түрі мен қарқындылығы бойынша әртүрлі болуы мүмкін. Ол қолға, жауырынға немесе бұғанаға таралады. Ауырсынудың себебі өкпедегі патологиялық процестер, кеуде қуысының мүшелері, жүйке бұлшық ет жүйесі, жүректің зақымдалуы, іш қуысы мүшелерінің аурулары мен тері аурулары болуы мүмкін. Кеудедегі ауырсыну асқазанның бұзылуы немесе әдеттен тыс күшті эмоциялар, қорқыныш, дүрбелең сияқты себептерден де туындауы мүмкін. Кеудедегі ауырсынудың ауыр себептеріне кеуде немесе омыртқа сколиозы, омыртқалардың қисаюы, көрші органдарға қысым жасайды, омыртқааралық грыжалар мен протрузиялар, кеуде остеохондрозы, миокард инфарктісі, стенокардия, тахикардия, пневмония және туберкулез жатады. Кеудедегі ауырсынудың себебі физикалық белсенділіктің жоғарылауы және жарақаттан да болуы мүмкін. Ол кезде бұлшық еттер мен жұмсақ тіндердің шамадан тыс созылуы мен спорттық жарақаттар ауырсынуға келеді. Әйелдерде ауырсынудың себебі жыныстық жетілу, етеккір циклі және жүктілік кезіндегі гормоналды ауытқулар болуы мүмкін. Оларға мастит, бездердің абсцесі, қатерсіз және қатерлі ісіктер және әртүрлі препараттарды қабылдау, эстрогені бар препараттар, антидепрессанттар мен контрацептивтер жатады. Симптомдарына келетін болсақ, кеудедегі ауырсынудың негізінде жатқан ауруға байланысты белгілер әртүрлі болады. Ең жиі кездесетін себептерді және олардың белгілерін егжей-тегжейлі қарастырайық. Бірінші, стенокардия. Жүрекке оттегінің түсуінің төмендеуінен пайда болады. Мұның белгілері кеуде артындағы тұйық басып тартып ауырсынуы және сол жақ иыққа, оң қолға, асқазанға ауырсынудың таралуы және ентігуге және жоғары қан қысымының жоғарылауына әкеледі. Денеге физикалық жүктемені азайтқан кезде ауырсыну жоғалуы мүмкін. Екінші, миокард инфарктісі. Шұғыл медициналық көмекті қажет етеді. Некроз ошақтары, яғни тіндердің өлуі пайда болатын ауыр асқыну. Миокард инфарктісі кезіндегі ауырсыну сипаттамасы қатты, басып, сыздатып, күйдіріп, қысып шыдатпай ауырсынады. Кейде өткір пышақпен тез жүрекке сұққандай сезіледі. Ауырсыну сол жақ иыққа, білекке, қолға, кейде оң қолға немесе асқазан аймағына, төменгі жаққа, құлаққа таралады. Қысқа шабуылдар жарты сағатқа дейін созылады, бірақ кейінірек олар бір күнге созылуы мүмкін. Ауырсыну қан қысымының төмендеуімен, ентігумен, құсумен, әлсіздікпен, жөтелмен, бас айналуымен және бас ауруымен, боз ауруымен, жүрек соғуымен, суық термен бірге жүруі мүмкін. Үшінші, перикардит кезінде келесі белгілер пайда болады. Жүрек аймағында басып ауырсыну, ол терең дем алғанда, жөтелгенде және жұтынғанда күшейеді және адам отырғанда ауырсыну азаяды. Сонымен қатар ентігу, дене температурасының жоғарылауы, бұлшықеттердің жайсыздығы, әлсіздік байқалады. Төртінші, пневмония кеудедегі ауырсынудан басқа келесі белгілермен сипатталады: қалтырау, дене температурасының 38 градусқа дейін және одан жоғары көтерілуі, бас ауруы, құрғақ жөтел, ентігу, жөтел және тыныс алу кезінде күшейетін кеуде ауырсынуы, әлсіздік, бұлшық еттер мен буындардың ыңғайсыздығы. Бесінші, кеуде омыртқасының остеохондрозы кезінде екі жауырын арасындағы тұйық ауырсыну және ол қолтық асты аймақпен кеудені айнала таралады. Жүрек аймағындағы ауырсыну, арқада күйдіру сияқты белгілер пайда болады. Барлық жағымсыз белгілер кенеттен қозғалыстар жасағанда, терең тыныс алғанда және физикалық белсенділікті арттыру кезінде күшейеді. Ауырсыну пальпация кезінде күшейіп, адам тыныш жатқанда басылады. Ауырсынудың сипаттамасы. Кеудедегі ауырсыну әртүрлі болуы мүмкін. Ауырсынудың пышақ сұққан сияқты ату, қысу, күйдіріп ауырсыну түрлері болады. Кейде ол өткір және адам төзгісіз болады. Ауырсынудың қай жерде шоғырланғанына мән беру маңызды. Кейде оның қай жағынан ауыратынын нақты анықтауға болады. Оң жақ немесе сол жақта, кейде қабырғаларда, төс сүйегінің артында. Ол көбіне жүрек ауруын көрсетеді. Эпигастр аймағында, төс сүйегінің дәл астында. Бұл ауырсыну асқазанның немесе өңештің ауруларына тән. Егер оның қай жерде ауыратынын нақты анықтау мүмкін болмаса, бұл өкпе ісігі немесе туберкулез туралы сигнал болуы мүмкін. Ауырсыну түрлері. Бірінші, сол жақ кеудедегі ауырсыну. Ауырсынудың кеуденің сол жағында орналасуы жүрек патологиясына байланысты. Бұл жерде жүрекке қатысты барлық тамырлар шоғырланған. Адам физикалық белсенділік кезінде бастапқыда жеңіл ыңғайсыздықты сезініп, одан әрі адам төзгісіз ауырсынуға дейін күшейеді. Көбінесе келесі факторлар сол жақтағы кеуде ауырсынуын тудыруы мүмкін:
коронарлық синдром, жүректің қабынбалы аурулары, жоғарғы қан қысымы, жүректің өткізгіштік жүйесінің бұзылуы, аорта аневризмасының жыртылуы, диафрагмалық грыжа жатады. Сирек кездесетін себептерге қатерлі ісіктер мен асқазанның ойық жарасы жатады. Екінші, оң жақ кеудедегі ауырсыну. Оң жақтағы кеудедегі ауырсынудың себебі жиі тыныс алу жүйесінің зақымдалуы болып табылады. Ауырсыну тұрақты, қарқынды. Ауырсынуды азайту үшін адам бір қырымен жатқысы келеді. Ауырсыну терең тыныс алғанда, дененің күрт бұрылуы мен жөтелгенде күшейеді. Ауырсынудың себебі инфекциялық процестер, плеврит, жарақаттар, өт шығару жүйесінің патологиялары, бауырдың зақымдануы болуы мүмкін. Үшінші, кеуде клеткасының арасындағы ауырсыну. Кеуде қуысының ортасында жүрек, үлкен тамырлар және тыныс алу жүйесі, трахея, бронхтар, бронхиолалар орналасқан. Сондықтан ауырсыну дәл ортасында сезілсе, оның себебін келесі органдардың ауруынан іздеу керек: стенокардия және басқа жүрек патологиялары, пневмония, туберкулез, эмболия, аорта аневризмасы, трахеит, остеохондроз. Құрметті тыңдарман, ескере кететін жайт: адамға ауырсынудың нақты себебін өздігінен анықтау қиын. Сондықтан білікті дәрігерге қаралғаныңыз жөн. Төртінші, тыныс алған кезде кеудедегі ауырсыну. Физикалық белсенділік кезінде ауырсыну пайда болуы мүмкін. Дәрігерге жүгінген науқастар көбіне дем алуын қиынға соғады. Демім ұсталып қалады. Ауырсынуы арқада және қабырғалардың астында деген сөздермен сипаттайды. Бұл аталған шағымдарды кеуде омыртқасының остеохондрозына жатқызуға болады. Бесінші, кеуде клеткасын қолмен басқан кездегі ауырсыну. Қабырғаны немесе кеуде қуысын басқан кезде ауырсыну пайда болса, бұл төс сүйегіне бекитін шеміршектердің қабынуын көрсетеді. Соның салдарынан қабырғалардың төс сүйекпен байланысы бұзылады. Бұны синдром Титце деп атайды. Бұл синдром көбінесе жасөспірімдер мен орта жастағы адамдарда 20 мен 40 жас аралығында кездеседі. Сонымен қатар кеуде қуысын қолмен басқан кездегі ауырсынуларға жарақаттар, одан кейінгі жағдайлар, жас ерекшелікке байланысты сүйек пен шеміршектердің өзгерістері, инфекциялық аурулар, витамин жеткіліксіздігі мен минералдар алмасуының бұзылыстарынан болуы мүмкін. Құрметті достар, видео ұнаған болса лайк басып коммент қалдырыңыз. Каналға тіркелмеген болсаңыз тіркелуіңізді сұраймын. Мені қолдағаныңызға мың алғыс. Дендеріңіз сау болсын.